Армысыздар, құрметті тыңдармандарым. Бүгінгі әңгімені соңына дейін тыңдауларыңызға кеңес беремін. Мен кепіл болайын. Бір күні өте қарапайым киінген, жүдеу көрінетін әйел азық-түлік дүкеніне келді. Солғын тартқан өңімен, мұңды назарымен дүкен иесіне қарап, күйеуінің ауыр бір дертпен төсек тартып жатып қалғанын және үйінде 7 баласы аш отырғанын айтып көмек сұрады. Дүкенші оған мұрнын шүйіртіп: «Ей, тіленші қатын, дүкенімнен шығып кет», деді. Әйел байғұс дүкеншіге тағы да жалына бастады. «Ең болмаса қарызға беріңізші, балаларымның естиярларын қарнын тойғызып, адамдардың есігіне қызметшілікке жіберемін де, тапқан ақшаларын сізге әкеліп беріп, қарызымды үземін», деді жалынышпен. Дүкенші сонда да аяушылық танытар емес еді. Екеуінің сұхбатын дүкеннің сыртында тұрған бір кісі естіп, дүкенге кірді де сатушыға: «Оның қарызын қайтаруына саған мен кепіл болайын, айтқандарым бер», деді. Дүкенші жақтырмай қатқыл үнмен әйелге: «Керекті азық-түліктің тізімі бар ма?» деп сұрады. Әйел басын изеді. Дүкенші: «Олай болса, сол тізім жазылған қағазды таразының бір жағына қой, екінші жағына сол қағаздың салмағына тең келетін нәрселер ғана аласың», деді мысқылмен. Әйел үнсіз ғана киімінің қалтасынан қағазын шығарды да таразының бір жағына қойды. Сосын қажет азық-түліктер алып, оларды екінші жағына қоя бастады. Сол кезде таңғажайып оқиға болды. Таразының қағаз қойылған жағы заттар қойылған жағын басып кетті. «Бұл қалайша? Мүмкін емес», деп таңданды сатушы, кепіл кісіге көздері шарасынан шығардай қарап. Әйел өзі қалағанша азық-түлік алды. Таразының қағаз қойылған бөлігі де ауыр тартып тұра берді. Дүкен иесінің амалы құрып, уәдесін бұза алмай, заттарды есептеп, сөмкелерге салып, әйелдің қолына ұстатты да, өзі жалма-жан қағазды қолына алды. Ол қағазға қарап еді, онда азық-ауқат тізімі емес, мына сөздер жазылған екен: «Я Аллахым, менің неге мұқтаж екенімді менен гөрі сен жақсы білесің. Сондықтан өзіңе тәуекел еттім. Өзіңнің аманат етіп берген балаларымның ризығын маған жеткізіп бер». Дүкенші есінен танып құлардай болды. Басын ұстап, сұлқ етіп отыра қалды. Әйел кеткен соң, кепілдік алған кісі дүкеншіге бір бума ақша ұсынды да, «Қайтымы керек емес», деп дүкеннен шығып кетті. Дүкенші болған жағдайды түсінбей, таңырқап, есі ауып кетердей мелшиді де қалды. Бір қызығы, таразының азық-түлік қойылған бөлігі сынып кетіпті. Дүкенші болған оқиғаның байыбына бармаса да, Аллах тағаланың құдіретіне бас иіп қала берді. Осымен ғибратты қысқа әңгімеміз аяқталды. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.